Ё-моё, таң атпай кім есік тақылдап тұрған. Қазір ашам, тұра тұршы, ё-моё. Так, житель. Салам алейкум, житель. Чё там айта бер, не жаңалық? Короче, базар былай, брат. Ошо биздин ауылга дүкен керек. Айтпесе мына жердеги егиндерден өнүмдөр кийимдер уже дайыл бар го. Так что бир нормальный продукт келетиндей бир магазин ачуу керек го. Сол жасашиш магазин аш по-братски. Да, реально, no problem, шынымен де. Ашамыз ғой магазин. Онда менде бүгін админка бар, короче. Магазин болса, магазин салып берейін, ал кеттік. Антушы, брат, сау болш. Жақсы, житель, мен дайындала берейін онда салуға. Так, мында бізде тамақ жеп алу керек біріншіден. И бүгін неше су өзі, так, сандықта дым жоқ да. Окей, бірінде админка бар ғой, не болса да, сағат деген 12:30. И барша жанға сәлем, бұл Мейірбек арнасы. Бүгінгі видеомызда общем магазин салайын деп тұрмын ауылға. Сендерге ұнайды деген ойдамын. Ұнаса міндетті түрде лайктарыңды басып, арнаға жазылыңдар, жазылмаған болсаңыздар. Ал мен видеомды бастайын. Жақсы, ендеше бастаймыз. Қай жерге салатынын біліп алу керек бірінші. Үйден шығайық ендеше. Так, наяқ жай жүр қолда. Бәсе, салам алейкум, житель. Енді біз қай жерге саламыз? Наяқа ма? Жоқ, ол жаққа салмай тұрсаймыз. Тұра тұр, тауы кеп қапты мына жаққа да. Окей, не болса да өз ауылымдамын ғой. Осы кузнецамда баяғы дегендей. Осы жаққа сала берем ғой деймін магазин. Жақсы, ендеше шөптерді тазалай берейік дегендей. Осы жерге саламыз, не болса да әдемілетіп тұрып. Білмеймін мен идеяң қақтан алатынымды, короче. В общем, мен өз идеяммен барынша дүкенді құрып көретін болам. В общем, сендерге ұнайды деген ойдамын. Ұнаса міндетті түрде жаңа айтқан лайктарыңды басыңдар. Арнаға міндетті түрде тіркеліңдер, тіркелмеген болсаңыздар. И бір аз кентай қалды. Осы шөптерді тазалап бітуіне дегендей, осыларды алып бітсек болды, все. Короче, не болса да сала береміз дегенде ғой. Все. Енді, короче, мен білмеймін ал. Ең алдымен бізге блоктар керек әрине. Так, неден саламыз осындай бір қатып қалған цементтен саламыз дейме. Осындай бір сарысын алайық, и кварцевый блок алайық, и поло кварцевый блок алайық. Осындай поло блок, короче. Енді қай жерден бастаймыз? Так, мына жер ма? Жоқ, бұл жер дұрыс емес сияқты. Давай осы жерден қояйық. И осылай, короче. Енді төбеге қарай бесеуге көтереміз. Не болса да, и, короче, осындай дуалы болады, сарысы деген. Өте әдемі магазин болатын сияқты, менің ойымша, ал кеттік. Сала береміз осылай, бар идеямен. Білмеймін ал қалай шығатынын қазір. Так, и осындай есік қалдырамыз осы жерге, и мына жерде тоже терезе. Басындағысына нормальный болатын сияқты. Так, осылай қоямыз енді. В общем, так, бұны былай жасаймыз, короче. И так, магазиннің төбесі не дегенмен шипыры, яғни крышасы болмайды ғой. Сондықтан осылай жасай береміз. Барынша осылай. И екі блок есікке орын қалдырып, төбесін жауып тастаймыз осылай. Так, пока что осылай тұрсын ба? Давай тағы бір блокқа көтеріп қоя салайық, дұрыс болады сонда. И полоблоктарды осылай қойып тастаймыз дегенде, ой, бұл жерге емес, осы жерге қояйық. Давай. Енді әдем шығады деген ойдам, мына магазин деген. Во, все, почти дайын алды жақ. Так, бәсе, мына жақ қисық тұр екен ғой. Осылай сонымен дайын болады, почти алды дайын. Енді осыны, короче, әрі қарай жалғастырып саламыз. Короче, мына жаңғы стенасы дегендей, осылай, короче, терезесін бірлік қып қойып атырмын. Өйткені әдемі көрінетін сияқты осы. Так, осылай нормально ма? Квадратный болып қалатын сияқты, тағы біреу қосайық. Так, осылай, и тағы да бір терезе қалдырамыз осы жерге, и все. Осы жерге енді терезелерді орната беруге болады. Мынау шетіндегі кварцевый блоктарды қойып шығамыз қазір. Дәл осылай меніңше әдем болады. Одан кейін енді мына жағын істейік енді. Мына жерде бір проблема дейсің ғой. Так, үйге слишком жақын болып қапты. Жақсы, ендеше не болса да осылай тұра берсін енді. Так, енді бұлай қойып, ары қарай сала береміз. Тура мына жақтағына ұқсатып. Почти дайын, бірдей болып тұр. Енді мына төбесін саламыз. И арты қалады. Сонымен почти дайын болып. Мынау деген магазин жақсы шығып келе жатыр менің ойымша. Так, осылай қоямыз да, мына жағын саламыз. В общем, дайын арты. Енді потологын қойып тастаймыз осы жерге. Так, давай осылай полоблоктармен жауамыз. Так, осыны жерге дұрыстап қойып жіберейік, и все. В общем, деген осы потолокты қойып тастаған соң полын қойып тастаймыз. Пол деген дерзкий болады, ағаштан қыламыз дегендей. Көреміз енді. Так, осылай жауап береміз ғой, в общем, ойдағыда.
В общем, достар, полын қойып тастадық, и потолок қойып тастадық. Мына жаққа енді терезені сала беруге болады. Давай осылайша осы терезелер тезірек қойып тастайық. Так, ой, осыны алып таста сразу, өйткені кейінге қалдырып қажеті жоқ. Сразу бұзып тастай береміз, қойылып кеткен нечайны, случайно қойылып кеткен басқа жаққа дегенде, жарайды, не айтып кеттім. В общем, осындай терезелерді қойып болдық десек те болады почти. Так, давай осыны қоямыз енді. И мынау, и последний қалды осынысы, соңғысы дегендей. Магазиннің дизайны шықты. Енді есікті қойып тастаймыз, осындай ақ есік. Қасына жақындаған кезде өзі ашылатын қылып, иә. Осылай. Меніңше әдемі, иә. Мүмкін алдағы уақыттарда өзгертетін шығармыз. Оны әлі алда көреміз, иә, осындай керемет дүкенді құрып қойдық. Ішін салып тастау керек енді. Ішін білмеймін енді қалай салатынымызды. Көреміз ендеше, ішіне кірейік ендеше. Ең алдымен бізге касса салу керек болады. Осы кассаны мына жаққа сала берем-ау деймін. Осы дұрыс болады. Так, осылай, так. Иә, дұрыс, осы жерден қоя берейік. Енді мына жерге кіретін жері болады сонда. И мына жер типа дизайн, столдың үсті дегендей сияқты ғой. Ал енді жаңағы кассаға кіре беріс жерге есік қоямыз. Так, осындай кішкентай есіктен қоя берейік. Сол дұрыс болады. Так, қайсысы түсінен? Осынан қоя береміз бе? Давай қараны алайық. Осы дұрыс сияқты. Енді дизайн керек кассаға кішкене. Ол үшін бізге айна керек болады. Давай айнаны ал. И сосын айнамен үстін былай қойып шықсақ, меніңше әдемірек болатын сияқты. Так, қоя бер осы жерге. И жоғарысына даже полоблок қойсақ болады, кварцевый. Сонда өте әдемі болады мына жер деген. Касса деген почти дайын болып қалды. Дегенде осы касса бітірдік. Енді осы жерде продуктілер тұратын сөрелер керек болады. Яғни супермаркеттегідей рядтар, қатарлар дегендей ғой. Қазірше не болса да бар идеямды осылай сала берем. Мүмкін алдағы уақыттарда мұның бәрін өзгертетін шығармын, қайдан білеміз. Қазірге сала береміз, не болса да бар идеям осы болып тұр. Осымен соңғы ряд қалды дегендей. Пештерді қойсақ мүмкін дүкенімізде пісіретін заттар болып қалар, ысытуға керек дегендей көреміз енді. Так, мынаулар что-то есіктен кіре бершігі болмай қалатын сияқты, алып тастайық. Так, енді так, осы жерге былай қояйық. И мына жерге пеш қоямыз да, давай пеш қойып көреміз қазір. Ал көрейік қалай болып тұрады екен. Так, менің ойымша алып тастай саған дұрыс сияқты. Оның орнында сөренің өзі тұра берсін. Так, мынау деген тоже бір артқа болу керек сияқты. Осы жаққа дуалға тақалып дегенде стенаға жайлап әдемі болып шығып келе жатыр мынау деген. Дизайн почти әзірге нормальный. И кейін өзгертетін сияқты, өйткені маған сәл-сәл ұнамай тұр. Барынша қосып кейін өзгертетін шығарым. Жарайды, әзірге осы бола тұрсын. Осымен магазин аяқталды. Так, мынау шыға беріс жерге қоямыз жаңағы плитаны. Яғни қасына келген кезде есік ашылады өзі. Барлығы дайын енді. Осы жерге плитаны қойып, осылай шығып кетсек болады енді. Магазиннің ішіне енді тауар әкелу керек дегенде ішіне барлық азық-түліктерін толтырамыз. Сонымен дайын магазин болады. Ал мен осымен видеоны аяқтаймын. Видео сендерге ұнады деген ойдамын. Ұнаса міндетті түрде лайктарыңды басыңдар, арнаға жазылыңдар, жазылмаған болсаңыздар. Ал мен осымен видеоны аяқтаймын. Келесі кездескенше бәріңізге сәттілік, сау болыңыздар.